Сәлем баршаңызға, сіздерге өте керемет, дәмді болып шығатын, 3-4 картоптан жасалатын ыстық тағамды ұсынатын боламын. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Толық нұсқасы видеоның астында жазылған. Ең алдымен 4 немесе 3 картопларымызды ашып, осылай теркіден өткіземіз. Теркімізден өткізгеннен кейін суымызға салып қоямыз. Одан кейін 2 дана пиязымыз қажет. Осылай ұзынша қылып турап шығамыз, жіңішкелеп. Одан кейін болгар перецін осылай жіңішкелеп турап шығамыз оны да. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, пиязымызды және перецімізді салып, тұзымызды салып, әбден жұмсарғанша қуырамыз. Ол қуырылғанша біз осындай 100 грамм сиыр қажет болады, соны теркіден өткізіп шығамыз. Енді картопларымызды қолымызбен әбден суын ағызып, сығып шығамыз. Бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Араласқаннан кейін жаңағы картопларымыздың үстіне құямыз. Табамыздағы перец және пиязымыз әбден жұмсарып қуырылды. Оны бөлек ыдысқа сала тұрамыз. Жаңағы картопларымыздың үстіне 3 ас қасық кукуруз крахмалын қосамыз. Мен сиырды бірге қосып жібердім. Қоспасаңыздар да болады. Ортасына қосуға болады. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, жаңағы картоп салмамызды жарты бөлігін осылай қасықтың көмегімен жайып шығамыз. Жаңағы сиырды осылай себуге болады, немесе бірге салуға болады. Мен осылай тағы да сиырды салдым, және айналасын тегістеп, ортасына жаңағы табада піскен салмамызды салып, тағы да сиырды бетіне септім. Одан кейін картопларымыздың екінші бөлігін бетіне жауып, осылай тегістейміз.
10 минутқа астын пісіріп шығамыз. 10 минуттан кейін осылай тарелкеге төңкеріп, келесі жағын қуырамыз. Тағы да бетін жауып 10 минутқа қуырып аламыз. Одан кейін бетін ашып қоямыз кішкене. Содан кейін тарелкамызге саламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, басқа да рецептілер көре аласыздар. Оңай жолмен жасалатын ас болсын, сау болыңыздар.